Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі біздің манипуляцияның тақырыбы тері астында инъекцияны орындау. Мақсаты емдік тері асты майлы тіндерге дәрілерді енгізу. Қолдану көрсетілімдері дәрігердің тағайындауы. Қарсы көрсетілімдері дәрілерге аллергиялық реакцияның болуы және де инъекция жасайтын жердің тері және тері асты майлы тіндердің зақымдануы. Бізге керекті заттар: дәрігердің нұсқаулығы, залалсыздандырылған лоток, анатомиялық пинцет, 2 миллиграммдық шприц, тері антисептигі, мақта шарик, дәрілік ерітінділер, стерильді қолғап, қауіпсіз жинауға және жоюға арналған контейнерлер. Процедурамызды бастамас бұрын науқасқа ем-шара барысы мен мақсатын түсіндіріп, келісімін аламыз. Мен Вашерметова Маиса, сіздің медсестраңыз боламын. Сіз Досалиева Индирасыз ғой, иә? Бұрын соңды сізде қандай да бір дәрілік заттарға аллергияңыз болды ма? Жоқ. Онда сізбен дәрігердің тағайындауы бойынша дәрілік ерітінділерді енгізуге келісіміңізді бересіз бе? Иә, беремін. Науқастан келісімін алдық, енді процедурамызды бастаймыз. Процедурамызды бастамас бұрын қолымызды номері 151 бұйрыққа сай қолымызды жуып, өңдеп, бір рет қолданатын стерильдік қолғаптарды киіп аламыз. Қолдарымызға перчатканы киіп алдық, енді процедурамызды бастаймыз. Алдымен дәрілік ерітіндімізді алып, сырты бүтіндігін, жарамдылық мерзімін, атын дәрігердің нұсқауы бойынша қарап сәйкестендіріп аламыз. Ерітіндімізді ашып, ішіндегі атауын және де сыртындағы атауы бірдей екенін қарап, тексеріп, 3 рет сәйкестендіріп аламыз. Ішінен дәрілік ерітіндімізді алып, оның атын, мөлдірлігін, мөлшерлігін қарап тексеріп аламыз. Ампуламызды алып, оның атын, мөлдірлігін, жарамдылық мерзімін қарап тексеріп аламыз. Шприцімізді алып, ораудың сыртын, жарамдылық мерзімін қарап тексеріп аламыз. Құрастырылмаған болса, құрап аламыз. Иненің ұшының төмен жағына қаратып, поршень жағынан ине шприцімізді ашып аламыз. Шприцімізді алып, оның өткізгіштігін бір рет тексеріп аламыз. Ампуламызды алып, тар кеңістіктен кең кеңістікке қарай ерітіндімізді түсіріп аламыз. Анатомиялық пинцетпен мақта шаригін алып, спиртке малып, ампуламыздың жоғары жағынан төменге қарай бір рет өңдеп шығамыз. Қолданылған мақта шаригін В класының жұмсақ қалдығына тастаймыз. Анатомиялық пинцетті алып, екінші мақта шаригімізбен спиртке малып, ерітіндімізді мақтамен орап, өзімізге кері бағытта қарай сындырып аламыз. Қалдығымызды В класының қатты қалдығына тастаймыз. Қолымызға шприцті алып, сол қолымыздың екінші үшінші саусақтарымен дәрілік ерітіндімізді алып, шприцке сорып аламыз. Шприцке ампуламызды сорып алдық. Ампуламызды В класының қатты қалдығына тастаймыз. Шприціміздің қалпақшасын кигізіп, ішіндегі артық ауасын шығарып аламыз. Өзімізге керекті 3 мақта шаригін аламыз. 3 мақта шаригін спиртке малып аламыз. Және лотогымызға қоямыз. Алдымен науқасты отырғызып немесе жатқызып аламыз. Инъекция жасайтын жерді мақта шариктерімен, бірінші мақта шаригімен инъекция жасайтын кең аумақты сүртіп аламыз. Қолданған мақта шариктерін В класының жұмсақ қалдығына тастаймыз. Екінші мақта шаригімен тура инъекция жасайтын жерді бір рет сүртіп аламыз. Бұнда В класының жұмсақ қалдығына тастаймыз. Үшінші мақта шаригімізбен сол қолдың 4-ші және 5-ші саусақтар арасында ұстаймыз. Шприцімізді қолымызға, оң қолымызға алып, ыңғайлы қалыпта ұстап аламыз. Сол қолымыздың 1-2 саусақтарымен науқастың тері қыртысын жинап алып, шприцімізді 45 градуста енгіземіз. 3/2 бөлігін енгіземіз. Дәрілік ерітіндіні жібереміз. 3-ші мақта шаригімізді алып, иненің үстіне қойып, канюласынан ұстай отырып, тез жылдамдықпен шығарып аламыз. Мақта шаригімізді алмай, жеңіп уқалап жібереміз.
Шприцімізді 90 градуста В класының қатты қалдығына тастаймыз. Қолданылған заттарды қауіпсіз жоюға арналған контейнерлерге бөліп тастаймыз. Процедураны аяқтаймыз. Процедурадан кейін қолымызды жуып кептіріп алдық. Енді науқастың жағдайын бақылап қадағалаймыз.